Сәлем достар, сіздермен бүгін біз французша ет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ашылған 10 дана картоп қажет және бір пияз. Барлығын аласыздар да осылай домалақ етіп турап аласыздар. Пиязды кішкене майда қыласыздар және дайындап қойған өзіміздің печкамызға, табамызға картошкалардың барлығын бір қатар тегіс орналастырып шығамыз. Сосын бізге керегі майонезді аласыздар да үстіне кішкене ғана жағып, барлығына бір тегістей алып жеткізесіздер. Сосын мен жаңа фаршқа кішкене пияздан қосып, дәмдеуіштермен араластырып дайындап қойдым. Оны үстіне жағып шығасыздар. Енді бір тегіс қылып, өздеріңіздің керегінше қосасыздар фаршты. Сосын үстіне майонез жағасыздар тағы да. Оны жағып болған соң, жаңа картошкаларымызды саласыздар және бізге керек жаңағы пиязымызды мен бір шетіне ғана қостым, себебі жолдасыма ғана, ал өзім пиязбен жегенді ұнатпадым. Енді өз еркілеріңізде барлығына қоссаңыздар да болады. Және үстін тағы да картошкамен жауып шықтым. Сосын үстіне тағы да майонез жақтым. Сосын жаңа сыр керек болады бізде бұл жерде. Сырды алып үккіштен өткізіп жасап шықтым. Үккіштен әдемілеп өткізесіздер де бір тегіс қылып жайып шығасыздар. Сосын печкаларыңызды қыздырып қоясыздар. Қызған печкаға 180 градуста пісуіне қарай, енді әркімде әрқалай болады ғой. Менде жарты сағатта пісіп шықты. Мінеки пісіп шыққан біздің французша етіміз дайын. Дәмін татып көріңіздер, өздеріңізде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.